Ассалаумағалейкум. Біз бүгін иммунитетті көтеретін 3 түрлі қоспаны дайындаймыз. Және ол 3 қоспаның өз ерекшелігі болады. Барлық керек заттардың мөлшері төменгі жақта толықтай жазып қалдыратын боламын. Енді ең алдымен мейіздерімізді сары және қара мейізді бөлек ыдысқа салып, лимон мен имбирді бөлек ыдысқа салып, үстіне қайнаған суды құйып 1 минутқа қалдырамыз. 2 бас сарымсақты осы уақыт аралығында тазалап дайындап қоямыз. Сарымсақтарды ашып даярлап қойдық. Енді ыстық суды 1 минут тұрған мейіздерді тағы бірнеше мәрте шаямызда үстін ас бөлмеге арналған салфеткамен сүртіп құрғатамыз. Кейін лимондарымыздың түп жағын және бас жағын кесіп алып тастаймыз да сыртқы қабығымен қалдырамыз. Тазартып, жақсылап 2-3 мәрте жуылған сыртын ашымаймыз лимонның. Мына имбирдің сыртын пышақпен қырып ашып тазалап дайындаймыз және барлығын миксерден немесе мясорубканың үлкен өткізгішіне өткізіп үгітіп аламыз. Және әрқайсының үстіне көз мөлшерінде балды құямыз. Және барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мұндағы бізде сарымсақпен араластырып дайындалған мед қосылған қоспамыз. Ол да сіздің иммунитетіңізді көтеруге жақсы әсер етеді және де қан тамырлардың тазаруына, ішекте неше түрлі зиянкес құрттар болған жағдайда соларды өлтіріп толықтай шығуына әсерін тигізеді. Және бұның өзінің қарсы көрсеткіші бар. Бұл қоспаны негізінен дәрігердің рұқсатымен қабылдаған жөн деп ойлаймын. Екінші қоспамыз біздің имбир мен лимон және бал қосып араластырылып дайындалған. Бұл қоспаны ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз үй жағдайында 1 шай қасық ыстық шайға қосып, күз, қыс, көктем мезгілдерінде немесе тұмаумен ауырған жағдайда шайға қосып ішсеңіздер болады. Немесе жай ауырмаған кездерде иммунитетті көтеру үшін. Кейінгі 3-ші қоспамыз ол кепкен жемістер мен жаңғақтарды үгітіп, үстіне бал араластырып дайындаймыз. Бұл сіздердің ағзаларыңызда дәрумендер азайған уақытта дәрумендермен толықтырып, тағы да иммунитетіңізді көмектесуге арналған қоспаның бірі болып табылады. Бұл қоспаны балаларға күніне жарты немесе 1 ас қасық жасына байланысты беріп отырсаңыздар болады. Мұндағы қоспаларымыздың барлығы дайын болды. Әрқайсынан егер үйіңіздегі кішкене балаға беретін болсаңыздар, жарты немесе жасына байланысты 1 ас қасық беруіңізге болады. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біздің YouTube арнамыз ұнаса, тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментариймен бөлісіңіздер. Мына 3 қоспаның пайдасы жөнінде ақпаратты алдағы уақытта төменде ссылка қалдыратын боламын. Сол арқылы өтіп көрсеңіздер болады.